Баршаңызға сәлем, құрметлерім, сіздермен Динара. Бүгін мен сіздермен шырынды, дәмді және жұмсақ котлеттердің рецептімен бөлісемін. Осы рецепт бойынша тіпті екінші күнінде котлеттер жұмсақтық пен шырындылықты сақтайды. Котлет дайындау үшін бізге керек ингредиенттің бірі ол тартылған ет, пияз, сарымсақ, жұмыртқа, су мен сүтке жібітілген нан, картоп, ұн, жылы су, тұз және қара бұрыш. Барлық ингредиенттерді терең ыдысқа салып, жақсылап араластырамын. Тартылған ет тұздалған, сол себептен әзірге тұз салмаймын. Су мен сүтке жібітілген нанды алдын ала блендердан өткізіп алдым. Дәміне қарай қара бұрыш қосамын. Әбден араластырып болғаннан кейін дәміне қарай тұз қосамын. Тұздың дәмі белгілі болғаннан кейін ең артынан жұмыртқа қосамын. Котлеттерді қалыптастырмас бұрын қолдарымды сулаймын. Осылайша оңайырақ болады, тартылған ет қолға жабыспайды. Және бұл әдісті әрбір котлетпен қайталаймын. Қолдарымды сулаймын, яғни қолда қалған ұн сумен жуып аламын. Керекті мөлшерде фарш алып котлет қалыптастырамын. Қалыптастырған котлетті ұнға аунап, табадағы қызып тұрған майға саламын. Котлеттің айналасы осылай қызарған кезде аударамын. Барлық қуырылған котлеттерді басқа табаға салып, су құйып, баяу отта шамамен 25 минут буға пісіремін.
жұмсақ, шырынды және дәмді котлет дайын, кез келген гарнирмен ұсынуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.